ештеңкесі жоқ адам, қараң, бір құрмасы бар да, соның жармысын болса да садақа беріңіздер деп жатыр. Садақаны бәле-жаладан құтылу үшін садақа беріледі. Және тозақ отынан сақтану үшін садақа беріледі. Садақаның үлкен кішісі болмайды. Садақа неше есе қайтарылады. 10 есе, 700 есе, Рамазанда бергеннің есебі жоқ. Сонда Абдурахман бин Ауф разияллаху анху 8 килограмм, 700 грамм алтын алып келгенде, Омар, Алла разы болсын, я Расулаллах, Абдурахманға өлім болды деді. Бұл бала шағасына ештеңе қалдырмады деді. Пайғамбарымыз бала шағаңа қалдырмасың керек емес деді. Бәрінде, я Расулаллах, бала шағама Алла мен оның пайғамбарының дінін қалдырдым дегенде, Пайғамбарымыз дуа қылды, я Алла, Абдурахманның малына, жанына, өміріне, ұрпағына берекет бер деп. Абдурахман разияллаху анху өте қартайып өлді. Өлгенде артында 4 әйелі қалды. Ал 4 әйелдерге махрнен басқа 8-ден, дүниенің 8-ден 1 беріледі. 4-еуге 32-ден 1, 32-ден 1 берілгенде 80 мың алтыннан тиді әр әйеліне. Ал енді Пайғамбарымыздың хадисі бар. Алла жолында кімнің малы адал болса, зәкет берілген болса, Алла жолында мал сарып қылса, оның малы бітпейді. Жаным қолында болған Алланың атымен ант етемін деді. Ал енді садақа беріп болмайды, арам нәрселерден беріп болмайды. Адал нәрсенің бәрінен бола береді.